Қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті насихаттауға қатысты тендер жарияланыпты. Оның астарында мемлекеттік пропаганда жатқан жоқ па? Тендерге қанша теңге бөлінді? Экран алдына жайғасыңыз, бірге талдайық. Әдеттегідей тендер сипаттамасынан бастайық. 6 мамыр күні Қарағанды облысының ішкі саясат басқармасы мемлекеттік сатып алу порталында ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру қызмет деп аталатын қызық хабарландыру жариялады. Оған 24 миллион теңге бөлінген. Тендер конференциялар, семинарлар, форумдар мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыру немесе өткізу қызметін сатып алу деген санатпен өткен. Қосымша сипаттамадан әңгіме қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті насихаттағаны және дамытқаны үшін облыс әкіматынан этно-мәдени бірлестіктерге сыйақы тапсыруды ұйымдастыру жөнінде екені белгілі болды. Конкурсқа қатысушылардан өтінім қабылдау 13 мамырдан 20 мамырға дейін аралықта өтті. Осы уақыт ішінде бір ғана Литваника жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен өтінім түскен, билік дәл осы ұйыммен келісімшартқа отырған. Ал техникалық сипаттамада егжей-тегжейлі ештеңе жазылмаған. Құжаттарға сүйенсек, бюджеттің негізгі бөлігі облыс әкіматынан өңірдегі 24 этно-мәдени бірлестікке сыйақы табыстауға кетеді. Әр бірлестік 1 миллион теңгеден беріледі. Нақты қандай этно-мәдени бірлестіктер екені нақтыланбаған. Қызығы, Қарағанды облыстық ішкі саясат басқармасы биылдыққа 4-ші рет ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге бюджеттен миллиондап қаржы қарастырып отыр. Биылғы қаңтар айында әкімдік осындай мақсатқа 5-6 миллион теңге астам қаржы бөлген. Артынша әкімдік бірнеше іс-шараға тағы да 14-5 миллион теңге тендер жариялаған. Осы бағыттағы ең ірі тендер ақпан айында жарияланған. Ішкі саяси тұрақтылықты сақтауға өңір әкімдігі 32,5 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Оған 9 іс-шара өткізу қарастырылған. Тендер облыс деңгейінде ғана емес, бүкіл ел аумағында дәл осы қисынмен өтеді. Мемлекет жыл сайын құжатта қоғамдық келісімді қамтамасыз ету, ұлтаралық келісім, мемлекеттік ақпараттық саясат жүзеге асыру деп түрліше аталатын, бірақ түптеп келгенде мемлекеттің пропагандасын жүргізетін іс-шараларға миллиардтап ақша бөледі. Мәселен, 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес, биыл Мәдениет министрлігі қоғамдық келісім саласындағы мемлекеттік саясат жүзеге асыруға 5-7 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырған. Қосымша 27,6 миллион теңге тек қана ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге кетеді. Мұндай шығынның ең көп бөлігі мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізуге жұмсалады. Оған 67,2 миллиард теңге бөлінген. Әйтсе де бұл ақшаның нақты не нәрсеге жұмсалатын және шығынның тиімділігі қалай өлшенетінін білу мүмкін емес. 2021 жылы медиа саласында сарапшы Диана Акремова мемлекеттік тапсырыстың тақырыбын кім ойлап табатын және оның не үшін керек екенін ешкім дұрыстап түсіндірмейтініне назар аударған болатын. Сарапшының айтуынша, түсінікті нәтиженің болмауы басты мәселе. Мемлекеттің түбінде не нәрсеге қол жеткізетіні және оны қалай өлшейтіні түсініксіз. Материалмен толық танысу үшін төменгі және видеоға сілтеме қалдырдым, оқып шығыңыз.